Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін физика сабағынан ұлттық бірыңғай тестке есеп шығару жолдарын қарастырамыз. Бүгін бізде есеп берілген, зарядтың тербеліс теңдеуі берілген. Q тең 0,6 косинус 100 пи т табу керек жиілікті. Бұл есепті шығару үшін бізге мына теңдеуді есімізге түсіруіміз қажет. Q тең Q нулевой косинус омега т. Енді осы формуланы мына есеппен салыстырамын. Бұл жерде Q нулевой деп отырғанымыз 0,06 кулон. Ал бұл жердегі омега деп отырғанымыз 100 пиға тең. Омега тең 100 пи. Енді есімізге түсірек, омега тең 2 пи бөлінген т немесе 2 пи нью деген теңдеу бар. Енді осы екі теңдікті бір-бірімен теңестіретін болсам, 100 пи тең 2 пи ньюға. Пи мен пи қысқарады, нью тең 100 бөлінген 2 тең 50 герц. Демек, бұл есептің жауабы жиілігіміз біздің 50 герцке тең екен, оқушылар. Біздің арман қарай тағы да физикадан ұлттық бірыңғай тесттің есептерін көру үшін біздің каналымызға тіркеліңіздер. Сабақтар тегін. Арман қарай таратуды ұмытпаңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар. Сау болыңыздар.